Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шиеден тосап дайындаймыз. Біздің тосабымыз осындай шиелері бүріспей, әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей бұл менің базардан сатып алған шиелерім. Салмағы 8 келі болды. Ең алдымен осындай кеңірек ыдысқа барлығын салып, салқын сумен жақсылап жуып алдым. Арасында осындай жапырақтары, сабақтары бірге салынған екен. Барлығын шиеден ажыратып, жақсылап шиелерімізді жуып алдым. Шиелердің салмағы көбірек болғандықтан, мен оны барлығын бір ыдысқа қайнатпадым. Осылай екі шараға, біреуін 5 кило, біреуін 3 килодан бөліп салдым. Енді қантын саламын. Бір ыдыста 5 келі шиеге мен 4,5 килограмм қант салдым. Ал екінші ыдысымызда 3 килограмм шие, мен оған 2,5 килограмм қант салдым. Қантын салып болған соң осылай жақсылап араластырып алуымыз қажет. Және де 5-6 сағатқа қойып қоясыздар. Бұл менің екінші рет араластыруым. Шиеміздің шырыны сәл ғана бөлінген. Енді тағы бір араластырып алдым да, газдың ең баяу отына қойып, тосабымызды қайната бастаймыз. Біздің қанттарымыз енді шамамен 20 минутта, жарты сағатта асықпай ери бастайды. Арасында осылай асты күйіп кетпеу үшін араластырып тұрасыздар. Бір пияладай су қоссаңыздар да болады. Мен бірақ қоспай қанттың ерігенін күттім. Шамамен 30-35 минутта қанты еріп, біздің тосабымыз осылай көпіршіктер пайда болып қайнай бастайды. Сол кезде пайда болған көбіктердің барлығын алып тастауымыз қажет. Және де тосапты 5 минуттай қайнатып алып, қайнаған соң өшіріп қойып, суығанын күтеміз. Мінекей достар, біздің тосабымыз суыды. Енді екінші рет қайнататын боламыз. Бетіндегі осындай суығанда да көбіктер осылай бетінде қалықтап тұрады. Барлығын алып тастауға тырыстым. Екінші мәрте мен кешке жақын қайнатып жатырмын. Тағы да 5 минут қайнатып аламыз да, енді суығанша күтемін, яғни үшінші мәрте таңертең қайнататын боламын. Мінекей достар, тосабымызды үшінші рет қайнатамыз. Бұл жолы ең баяу отта 25-30 минуттай қайнатуымыз қажет. Үшінші рет қайнатқанда да осылай сәл ғана көбіктер пайда болды. Оны да осылай қасықпен алып тастадым да, газды өшіріп суығанша күтеміз. Мінекей достар, біздің тосабымыз толығымен қайнады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, осылай орташа болып, әдемі болып шықты. Тосабымыз суыған соң осылай банкаларға құйып шықтым. Менде 5 литрліктен 1 банка, және де 3 литрліктен 1 банка. Яғни барлығы 8 литр шиеден тосап шықты. Тосабымызды құйып болған соң мен темір қақпақпен емес, жай ғана пластмас қақпақ кигізіп, тосаптарды салқын жерде погребта сақтаймын. Тосаптарымыз ашымайды, атылмайды. Қалаған уақытта салып жей бересіздер, астарыңыз дәмді болсын.